Діни ілімді қайдан алған дұрыс? Қазіргі кезде көпшілік жастар діни білім іздеуге келген кезде ойына бірден түсетіні шетелдер. Түркия, Египет, Мысыр, Саудия деген секілді. Шынайы ілім сол жақта, нағыз сапалы білім сол жақта деп ойлайды. Жоқ, олай емес. Өзіміздің елімізде де отандық ұстаздардан да діни білімді алуға болады. Мәселен, қазіргі Қазақстанда ресми оқу орындары бар. Мәселен, 9 медресе бар. Одан бөлек Алматы қаласындағы Нұр Мүбарак университеті бар, Қазақ ұлттық университеті бар, Астана қаласындағы Еуразия ұлттық университеті, Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи университеті, және де одан бөлек дін бағытында білім беретін университеттер, факультеттер өте көп. Сондықтан діни білім алатын кезде бірден шетелге кету, шетел асып кету ол ұтымсыз тәсіл. Неліктен? Өйткені әр адам шетелге оқуға кетуден бұрын базалық білімді өз елінде алып алу керек. Мәселен, сіз шетелге оқуға түстіңіз. Қай жақ болса да маңызды емес. Сіз ол жерге барған кезде әр елдің салты басқа, иттері қарғасқа дейді ғой қазақта. Тура сол секілді әр елдің әлеуметтік, экономикалық, саяси, діни жағдайы әртүрлі. Қазақстанда берілген діни пәтуа ол шетелде жарамайды. Немесе Египеттегі берілген пәтуа ол Қазақстанға жарамайды деген секілді әр елдің өзіндік діни тұрақтылығына сай берілген пәтуалар бар. Сол жақтағы проблемалар бар. Сондықтан сіз шетелде оқыған кезде ол жақта шешілген бір проблеманы шешу жолын алып, үйреніп, оқып, келіп, оны Қазақстанда барқылу қаншалықты қажетті. Немесе сол жақтағы мәселені шешу жолын үйрендіңіз бір нәрсенің, бірақ оны Қазақстанға келгенде ол өзекті болады ма? Ол мәселе де бар. Сондықтан ең бірінші өзіміздің отандық ұстаздардан, Қазақстандағы арнайы ресми білім беру орындарынан базалық білімді алып алыңыз. Былайша қарағанда бакалавр дейді ғой. Магистратура, докторантура ретінде шетелге оқысаңыз болады. Шетелде де сіз деструктивті діни ағымның ықпалына түспейсіз. Неге? Сізде өйткені өзіңіздің еліңізден алған дұрыс базалық білім бар. Сондықтан құрметті жастар, құрметті талапкерлер, шет елге білім алуға асықпаңыз.